Баршаңызға сәлем достар. Палаудың дұрыс жасалу жолын көптен бері іздеп жүрген болсаңыздар, онда осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүкіл қыр-сырымен бөлісетін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Қазанымызды асты қатты жанып тұрған отқа қойып қыздырамыз. Ішіне майын құясыздар. Мен 180 мг май қолдандым. Негізі кішкене көбірек болғаны дұрыс, аз болып қалса палауларыңыз дәмсіз шығады. Етін видеода көрсетіп жатқандай орташа қылып турасаңыздар болады. Бірлер майда етіп турайды, бірлер ірілей салады. Әркімнің еркіне байланысты. 2 немесе 1 ірі пияз турайсыздар. Оны да орташа етіп тураған дұрыс. Сәбізге келетін болсақ, ең маңызды ингредиенттердің бірі сәбіз. Өзім 2 ірі және 1 кішкентай сәбіз қолдандым. Орташа 3-4 сәбіз қолдансаңыздар жеткілікті. Егер майда болатын болса 5-6 тауын қолданасыздар. Майымызды қыздырғаннан кейін етімізді осылай салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне біраз қасық тұз саласыздар. Өте толтырып салудың қажеті жоқ. Ара-тұра етіңізді араластырып тұрыңыздар. Асты қатты отты тұрғаннан кейін күйіп кетуі мүмкін. Пияздарыңызды да салып, жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін сәбізін саласыздар. Үстіне мен бұрыш пен зира қостым. Негізінде өздеріңіздің қалауларыңызға сай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Сәл араластырып, қақпағын жауып, қатты отта 10 минуттай қуырып аласыздар. Ара-тұра сәбізімізді араластырып тұрамыз. Асты күйіп кетпеуі керек. Одан кейін сәбізіміз кішкене батқанша су құямыз. 300-400 мл су құйсаңыздар болады. Ол сәл қайнағаннан кейін қақпағын кішкене ашық қалдырып, астын ақырын отқа қойып, 20-30 минуттай бұқтырып аласыздар. Неғұрлым ұзақ тұрса, соғұрлым етіңіз жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міне біздің суымыз қайнаған соң қақпағын осылай сәл ашық қалдырамыз да, астын басып осылай 30 минутқа қалдырамыз. 25-30 минуттан кейін тағы да оттың астын күшейтесіздер. Қаттырақ қайнап бастауы керек. Осы кезде күрішімізді жуып аламыз. Суы мөлдір болып шыққанша суын қайта-қайта ауыстырасыздар. Күрішті 3-4 рет шайған дұрыс. Сәбізіміздің үстіне күрішті осылай бір тегіс етіп саламыз.
Тағы да бір үстіне бір қасық, ас қасық тұз саласыздар. Қасықты қатты толтырып салудың қажеті жоқ. Тұзы көп болып кетсе де дәмі қашып кетеді. Одан кейін суын құясыздар. Суына өте мұқият болыңыздар. Күріштің үстінен 1 сантиметрдей жоғары тұру керек болады. Егер өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар, видеода көрсеткендей саусақпен өлшеп алсаңыздар болады. Бұл жерде қазанымыздың асты үлкен отта тұру керек. Толық суы қайнағанша осылай беті ашық тұрады. Күріш суын толық тарттыру керек. Толық процесін осы видеодан қарасаңыздар болады. Ара тұра қасықпен араларын ашып қоясыздар, бірақ араластырмайсыздар. Міне көріп отырғандарыңыздай күрішіміз суын толық тарттырып алды. Осы кезде қазанымыздың қақпағын жауып, астын басамыз. Осылай 30 минут тұруы керек. 30 минуттан кейін ашып осылай араластырамыз. Араластырып, жақсылап араласқаннан кейін тағы да қақпағын жауып 10 минутқа қалдырасыздар. Міне достар, палауымыз дайын болды. Видео нақты түсінікті болды деп ойлаймын. Рецепт аса қиын емес. Бастысы суын көп құйып алмасаңыздар болды. Негізі бұл палауға лазер күрішін салсаңыздар одан да әдемі бола түседі. Және де рецептін өз талғамыңызға сай ауыстырсаңыздар да болады. Яғни сәбізін салғаннан кейін су құймастан алдын сарымсағын салсаңыздар, ноқат салсаңыздар, одан да дәмді бола түсетініне сенімдімін. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Одан да жақсы рецепттерді шығаруға тырысамын. Сау болыңыз.